Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасының ұйымдастыруымен өткізгелі отырған онлайн сұхбатымыз ұлы жеңістің 75 жылдығына арналады. Сұхбат барысында үстіміздегі жылы туылғанына 100 жыл толғалы отырған жерлесіміз, Кеңес одағының батыры Нағи Ілиясов атамыз туралы әңгімелейтін боламыз. Онлайн сұхбатымыздың қонағы Нағи атамыздың ұрпағы Ринат Нағиұлы. Саламатсыз ба, Ринат Нағиұлы? Ұлы жеңістің 75 жылдығы құтты болсын. Сізге қойылатын алғашқы сұрағымыз Нағи атамыздың балалық шағы туралы әңгімелеп берсеңіз. Саламатсыздар ма? Мен де сіздерді мынау келатқан үлкен ұлы мейрам жеңіс күніне 75 жылдық мейрамымен құттықтап қойғым келеді. Менің әкем Кеңестер одағының батыры Нағи Ілиясов 1920 жылы Қызылорда облысы Тереңөзек ауданы Қызыл коммуна колхозында дүнияға келген. 1931 жылы аштық жылында әкесін Жәрімбетов Ілиясты халық жау деп атып жібергеннен кейін жетім қалған балдардың ішіндегі үлкені болғандықтан менің әкем қаңғалап жүріп Қызылорда қаласына келеді. Қызылорда қаласынан Арыс станциясына жетіп пойызбен, сол станцияда пойыздан қалып қойып станцияда жүгіріп жүрген жерінен бір мейірімді жан форма киген үстіне темір жолшы ма, милиция ма білмейді. Сол кісі алып барып менің әкемді Арыстағы детдомға тапсырады. 1932 жылы Нағи Ілиясов Ташкент қаласын нөмір 5-ші балалар үйіне барып түседі. Ол Ташкенттегі нөмір 5-ші балалар үйіндегі кезеңін Нағи Ілиясов өміріндегі бір бақытты кезең деп айтатын тұғын. Өйткені ол жерде бұл кісілерге еңбекке баулып, еңбек істеп үйретіп, сол жерде тәрбиелішілер жақсы тәрбие беріп, бау-бақша ектіртіп, кесек құйдыртып, сөйтіп қарындары тойып, бұлар балдар сөйтіп күн жағдайлары жақсарады. 1936 жылы 16 жасқа келгесін детдомнан шығарады балдарды, 16 жасқа келген балдарды. Нағи Ілиясов барып САГУ-ге, Орта Азия университетіндегі педагогикалық училищесіне барып оқуға түседі. Сол училищені бітіріп, 1939 жылы училищені бітіріп, Ташкент қаласында мұғалім боп, тарих пәнінен сабақ беріп, мұғалім боп 1 жыл істейді. 1940 жылы декабрь айында өзінің ауылына, Қызылорда облысы Қызыл коммуна ауылына қайтып келеді. 1 жыл ауылда істеген тұрғаннан кейін соғыс басталады. Нағи атамыздың соғыс кезіндегі ерліктері туралы және жеңісті қай жерде қарсы алғандығы туралы әңгімелеп берсеңіз. 19 январь 1942 жылы Нағи Ілиясовты Қызыл әскер қатарына шақырылып алынады да Орал қаласына алып келеді. Орал қаласында 152-ші атқыштар бригадасының барлаушысы болып, сол барлаушылар қатарына кеп қосылады. Сол 42 жылы август айына дейін Орал қаласында болады да, август айында бұлардың бригадасын алып барып Сталинградский фронтқа апарып салады. Сталинградский фронтта 3 сентябрь 1942 жылы Қалмақ даласында Халхута дейтін елді мекеннің қасында бұлар бірінші рет немістермен тікелей шайқасқа түседі. Сол Қалмақ даласында ол кісі есіне алатын тұғын, ең қиыны бір тасалайтын бұта жоқ мидай далада сөйтіп соғысқанбыз дейді. Содан кейін бұл кісілер Сталинград фронтында болып, Сталинград фронтынан кейін Ростов облысында немістермен шайқасады. Ростов-на-Дону қаласын
азат етеді. Ростов-на-Дону қаласынан кейін Донецк қаласын азат етуге қатынасады. Донецктен кейін Житомир қаласын алады. Житомир қаласын азат етуге қатынасқан. Житомирдан кейін Тернополь, батыс Украинада Тернополь қаласына барып, Тернополь қаласын азат етуіне қатынасады. Тернопольдан кейін бұл кісілердің бригадасы Венгрия жеріне өтеді. Венгрия жеріне келгеннен кейін Дунай өзеніне келеді. Дунай өзенінде келгесін бұлардың алдында міндет қойылады. Дунайдың арғы бетіне көктей өтіп, сол Дунай өзеніне өткенше сол плацдармды ұстап тұру бұларға міндеттелінеді. Сол міндетті орындау үшін декабрь айының 5-не қараған түнінде бұлардың бригадасы Дунайдан қайықпен Дунайдан өте бастайды. Өте бастағанда қайықпен Дунайдың ортасына келген кезде немістер көріп қалып, ракетницаларды жағып, сөйтіп бұларды тікелей прямой наводка атады. Сол неден біздің әкеміз Нағи Ильясов аман-есен өтіп, бұлар плацдарм алып, плацдармды негізгі әскерлер күштері өткенше ұстап тұрады. Содан кейін негізгі әскерлер өтіп, плацдармды кеңітіп үлкейгеннен кейін бұлар шабуыл жасайды. Әрі қарап немістерге шабуыл жасап, Будапешт қаласын қоршап, сол қоршауда советтер әскері 188 мың неміс солдаттарын қолға түсіреді. Осы Дунайдан өтіп, Будапешт қаласын алуған үшін Нағи Ильясов 24 март 45 жылы Кеңестер одағы деген батыр атағына ие болады. Будапештке операциядан кейін бұл кісілердің бригадасы біраз венгрлер қалаларын азат етеді. Содан әрі қарап Австрия жерін өтіп, Австрияның астанасы Вена қаласын азат етуге қатынасып, сол қаланы басып алады. Ал енді соғыстың біткенін хабарын бұл кісілер Праганың қасында, Чехословакия мемлекетінің астанасы Прага қаласының қасында, сол жерлерде немістер капитулировать етті деген хабарды сонда естиді. 1942 жылдың қыркүйегі Астрахань маңындағы Халхута елді мекені. Нағи Ильясов алғашқы шайқасын осы жерде бастайды. Ол 2-ші Украина майданына қарасты 46-шы армия 99-шы атқыштар дивизиясының 473-ші артиллерия полкі 2-ші дивизионның барлау бөлімінің командирі болды. 1944 жылдың 5 желтоқсанына қараған түні Ильясов алғашқылардың бірі болып Дунай өзенінің оң жағалауына өтеді. Шабуылдау тобымен бірге Венгрияның Эрчи қаласын азат ету үшін болған шайқастарға қатысады. Жарақат алса да қатардан шықпайды. Неміс фашист басқыншыларымен болған шайқаста әскери басшылықтың тапсырмасын орындауда ерекше батырлық танытқан үшін 1945 жылы 24 наурызда КСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен Нағи Ильясовқа кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин ордені мен алтын жұлдыз медалі қоса тапсырылды. Нағи Ильясов 1945 жылы 1-4 Украина майдандары құрама полктарының құрамында Мәскеудің Қызыл алаңында өткен жеңіс шеруіне қатысты. Ринат Нағиұлы, сұхбатымызға қатысып, сауалдарға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті оқырмандар, ұлы жеңістің 75 жылдығы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.